Армардақтағайын эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Назерке Сапарбек, алдымен аңдатпа. Ақшам телеарнасының баспасөз орталығында денсаулық сақтау саласының қызметкерлерімен және құқық қорғау органдарының өкілдерімен брифинг өтті. Қарағанды облысы төтенше жағдай режимінде қалай өмір сүруде? Сот орындаушылары коммуналдық төлемдері қордаланған борышкерлермен жұмысты күшейте түсті. Қаламызда адамдар көп жиналатын жерлерге қатысты қосымша шектеулер енгізілуде. Бұл туралы кеше Ақшам телеарнасының баспасөз орталығында өткен брифинг барысында айтылды. Тақырыпты тілші Диана Абдықалықова толықтырады. Сәтпаев қалалық тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының басшысы, қалалық емхана директорының міндетін атқарушы және Сәтпаев қалалық полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметі бастығының міндетін атқарушы аймақ тұрғындарына коронавирустық инфекцияның алдын алу бойынша түсінік берді. Брифинг барысында қазіргі уақытта қаладағы барлық мемлекеттік органдар мен медициналық ұйымдарда профилактикалық сипаттағы күшейтілген жұмыстар жүргізіліп жатқаны айтылды. Сондай-ақ жергілікті полиция бөлімі басшысының міндетін атқарушы Думан Кәрім қаладағы халық көп шоғырланатын жерлер тексеріліп, арнайы рейдтік іс-шаралар өтіп жатқанын хабарлады. Қалада рейдтік іс-шаралар өткізілуде. Біз барлық кафе, барлардан, компьютерлік клубтардың, мейрамханалардың иелеріне мекемеде 50-ден астам адам жиналмауы және сағат 22:00-де жабылу керектігі туралы хабарлама жібердік. Сондай-ақ оларға Сәтпаев қаласының полиция бөлімі атап айтқанда жергілікті полиция қызметі осы ережелерді бұзған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 476 бабы 6 тармағы бойынша материалдар жинағын құратындығы түсіндірілді. Жиналған материал Сәтпаев қалалық сотына осы объект иесін немесе басшысын әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін жіберіледі. Төтенше жағдайдың жариялануына байланысты мемлекеттік орган белгіленген режимді бұзу немесе талаптарды орындамау, сондай-ақ жергілікті жер комендантының заңды бұйрықтары мен өкімдерін бұзу 10 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұлға немесе 15 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алып келеді. Денсаулық сақтау саласына келер болсақ, Сәтпаев қалалық емханасы 10 000 медициналық маскаға өтінім берді. Олар жақын арада әлеуметтік дәріханада сатылатын болады. Әрине бұл медициналық мекемеде профилактикалық жұмыстар да жүргізілуде. В дни карантина өзін-өзі қорғаудың ең жақсы әдісі бұл қоғамнан оқшаулану. Сондықтан карантин күндері емханаға өте сирек бару керек. Себебі емхана адамдар көп жиналатын орын болып табылады. Қазіргі уақытта карантин жариялануына байланысты 5 жасқа дейінгі дені сау балаларды, сондай-ақ 65 жастан асқан адамдарды қабылдауға тыйым салынады. Егер сізде температура немесе катаралды құбылыстардың белгілері бар болса, сондай-ақ өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, емханаға немесе басқа да медициналық ұйымдарға бармай-ақ дәрігерді үйге шақырыңыз. Біз тұрғындарға қызмет көрсетудің ыңғайлылығы үшін үйде қызмет көрсету мерзімін ұзарттық. Айта кету керек, қазіргі таңда облыста жоспарлы емдеуге жатқызу тек профессор Макажанов атындағы Қарағанды көпсалалы ауруханасында ғана тоқтатылды. Естеріңізге сала кетейік, әлемде жаңа коронавирустың пандемиясы жалғасуда. Ол қазірдің өзінде 100-ден астам елдерде, соның ішінде Қазақстанда да анықталды. Бақытымызға орай, біздің қаламызда коронавирус инфекциясы тіркелген жоқ. Диана Абдықалықова, Нұржігіт Айтмұхамбетов, арнайы Ақшам жаңалықтар үшін. Шығарылымды жалғастырамыз. Қарағанды облысында төтенше жағдай режимі жалпы республика секілді 16 наурыздан бастап жұмыс істейді. Өңір қоймалары азық-түлікпен қамтамасыз етіліп, ауруханалар күшейтілген жұмыс режиміне көшуде. Осы уақыт аралығында бірде-бір ауру анықталған жоқ. Стационарларда 148 адам карантинде жатыр. Облыста үй карантинінде 19 адам, 331-і бақылауда, 273 қашықтықтан мониторингте. Қазіргі уақытта облыста жұқпалы дертті емдеу үшін 300 және коронавируспен ауыратын науқастарды оңалту үшін 48 төсек, сондай-ақ 770 провизорлық және 1325 карантин төсегі бар. Госпитальдарда жұмыс істеу үшін дәрігерлердің 4 командасы белгіленген. Олардың құрамына инфекционист, пульмонолог, кардиолог, нефролог, терапевт және педиатр кіреді. Сонымен қатар 3 анестезиолог, реаниматолог бригадасы орта және кіші медицина қызметкерлерінен
9 бригада ұйымдастырылды. Жұмысқа барлығы 540 медициналық қызметкер тартылды. Карантиндік жұмыс кестесі бекітілді. Азық-түлік тауарларының бағасы көтерілмейді. Облысқа азық-түлік үздіксіз жеткізілуде. Көлік қатынасында проблемалар жоқ. Өңірдің барлық автопарктері бұрынғы тәртіпте, маршруттарды қысқартусыз жұмыс істейді. Алайда ресеймен көлік қатынасы мен тікелей жолаушылар пойыздары, тіркеме және тікелей қатынайтын вагондар тоқтатылды. Бұрын сатып алынған билеттерді қосымша төлемсіз және айыппұлсыз тапсыруға болады. Өңірде бензин мен дизель отынының қоры жеткілікті. Барлық нысандар мен ірі кәсіпорындар штаттық режимде. Ал облыстық коммуналдық қызмет мамандары бұрынғы режимде жұмыс істейді. Су, жылу және электроэнергиясы беруде іркілістер жоқ. Қарыз күліп барып жылап қайтады. Немесе тұрғындар коммуналдық төлемдерден неге жалтарады? Коммуналдық қарыздарды борышкерлерден өндіріп алу үшін енді сот орындаушылары әрекет жасамақ. Қала тұрғындарының коммуналдық төлемдер үшін төленетін берешегі 148 миллион теңгеден асып жығылады. Сәт тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары және жеке сот орындаушылармен бірге коммуналдық қызмет ақысын төлеуден жалтарған тұрғындардың үйлерін аралап, ескертулерге құлақ аспағандардың мүлкін тәркіледі. Полностью төлеймін. 2014 жылдан бері төлеп жүрмін. Төлеймін ғой. Мен қазір сокращение болып отқан шығып кетті. Мен жұмысқа тұрдым. Енді біз бәрі сізге уақыт берілді. Төлеген жоқсыз. Енді бәрі имуществоны описывать етеміз. Бұл азаматша берешегін бірнеше жылдан бері төлемеген, берешегі 100 мыңнан асады. Жұмыстан қысқартылған ол енді ғана жаңа жұмысқа орналасқанын айтып, төлем болатынын жеткізді. Алайда коммуналшылар қарызды өтеу міндет екенін ескертіп, үйдегі теледидарды алып кетті. Қарыз толық өтелгенде мүлік иесіне қайтарылады. На сегодня в городе Сатпаеве. Бүгін Сатпаев қаласында сәт тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандармен бірлесі борышкерлерден қарыз өндіріп алу үшін пәтерлерді аралау рейдін өткізді. Мақсат бірнеше ай бойы пайдаланған коммуналдық қызметтер ақысын төлемегендердің берешегін өндіру. Алдағы уақытта бұл бағыттағы рейдтер жалғасады. Сондықтан да тұрғындарды қарыздарын уақытылы өтеп тұруға шақырамын. Судың да сұрауы бар, уақытылы төлемақы төленбесе қарыз қордаланады. Коммуналшылардың ескертуіне құлақ аспаған азаматтармен ендігі жерде осылай сот орындаушылар жұмыс істейтін болады. Дүние мүлкін тәркілеу сияқты қатаң шаралар қолданады. Алтынгүл Төлегенова, Елдар Әлімжанов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.